Сенімен болғым келеді сериалына Дуншин компаниясы 10 миллионнан астам қаражат бөлді. Ал сенің басың дауға қалды. Некесіз баласы бар екен деп, бұл қанша шығын әкелетінін білемісің? Бұл бала Чумоныкі емес. Егер мәселені басқа жаққа бұрсақ, некесіз бала Джунлинді ғой. Ал Чумо оған жаны ашқандықтан өз көмегін көрсетті. Меніңше жанкүйерлер Чумоны қолдайтын секілді. Жоқ. Джунлин мен Калайға зиянымыз тимесін. Үніңді өшірші. Калай некесіз бала емес. Джунлин екеуміз халыққа қызық болсақ, ендеше ресми түрде жариялайық. Не? Жүр. Не ойлағаның бар, не үшін? Не үшін? Сен авторсың ғой, презентацияда болуың керек. Бірақ тілшілер біз жайлы қауесет таратпақшы. Калайдың мені теледидардан көргенін қаламайым. Сол қауесет үшін де біздің жанымызда болуың қажет. Әйтпесе, бізді қорқат деп ойлайды. Бірақ Чумо дұрыс айтады. Мен Чумо әпке үшін көйлек таңдап қойдым. Киіп ал. Киіп ал, қорқпа. Жүр, батыл бол. Чумо екеуміз жаныңдамыз. Саған ескерттім. Ақмақтық жасама. Фирма жылдар бойы сен үшін қызмет етті. 23 жасыңда еліңмен балаң болған қаламаймыз. Білем. Қысқасы, ертең фирма тілшілер үшін қам жемесін. Джунлин! Әдем екен, кеттік. Сенмен болғым келеді сериалының презентациясына келгендеріңізге рахмет. Бұл медиа өнім Сяню медиа мен Хань мырзаның бірлесе жасаған алғашқы өнімі. Фильмде бар күш-жігерімізді жұмсадық. Әрі басты рөлге танымал киножұлдыз Чумоны шақырдық. Сондай-ақ түпнұсқа авторы Джунлин ханым сценарий авторы болмақ. Джунлин ханым Чумомен байланысының арқасында келісімге отырды ма? Кешіріңіз, Чумо екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Әлгі жеке фотоларыңызды қалай түсіндіресіз? Танымал жұлдыздың некесіз баласы бар ма, әлде екеуіңізден кетіп қалдыңыз ба? Егер қауесет шын болса, бұл фильмнің қаражатына кесірін тигізбек. Дуншин компаниясы істің анық-қанығына жете ме? Дұрыс. Әлде Дуншин компаниясы бәрін назардан тыс қалдыра ма? Ғаламтордағы жалаға бола бәріне күйе жақпаңыздар. Джунлин ханымның ұлы мен Чумо бір-біріне тым жақын. Баланың әкесі жайлы не айтасыз? Демек, Дуншин компаниясы келісімнен бас тартып қаражатын қайтып ала ма? Джун ханым екеуміздің арақатынасымыз бәріне қызық болса, ендеше бүгінгі сәтті пайдалана отырып, жоқ. Бұл директор Хан. Дуншин компаниясының басшысы Хан Дунлай ғой. Қайталайым. Сенмен болғым келеді жобасынан компанияның бас тартар ойы жоқ. Қайта қосымша қаражат бөліп, Чумоның рөлін асыға күтетін боламыз. Ал жанжал не болмақ? Дуншин компаниясы үшін бұл жоба маңызды. Сондықтан біз жоба авторы Джунлинді шығармашылық топқа жетекшілік ету үшін арнайы шақырдық. Сондықтан Чумо мен Джун ханымның жұмыс бойынша байланысуына тура келді. Демек, бұл жанжал? Бұл жанжал қайдан шықты? Шығармашылық топ пен жобаны шығынға батыратын қауесетті таратуға кімнің даты барды? Дуншин компаниясы оларды жауапқа тартады. Дунлай. Директор Хан. Директор Хан. Манхванның құқығынан бас тартам деп едің ғой. Манхва суретшісі мен киножұлдыздың оқиғасы бүгінде желіні шулатуда. Мұндай танымалдылық арқылы жарнамаға бас қатырмасақ та болады. Жоба компанияға біраз пайда келді. Қалайша құр қалмақпын? Не болса да, саған рахмет. Бұл жоба үшін Джунлин екеуміз саған ризамыз. Хань мырзаның мәлімдемесі қауесетті тоқтататын шығар. Мен компания абыройы үшін сөйледім. Сендер үшін емес. Осы танымалдылықта жететін шығар. Бұл масқараны доғарайық. Тоқтай тұр. Сен итер. Мен бе? Джун ханым қарсы ма? Бұлай тұрыңыз.
Күніңіз сәтті өтсін, Хань мырза. Джун, мұның не? Хань мырза болмағанда құрдымға кетер едің. Одан кім көмек сұрапты? Джун Лин екеуің сақ болуларың керек. Оңашы кездеспеңдер. Мен... Әпкеңе Чумомен қалай танысқаның жайлы айта қойшы. Саған кәмпит берем, жарай ма? Бірақ сен тәтесің ғой. Тәтеме мақұл, тәте. Жоға, мен сені танымаймын ғой. Танымағаның қалай? Біз Хан көкенің кеңсесінде кездестік қой. Ол көке емес, ол менің сымбатты әкем. Көргенсіз бала. Айттым ғой саған. Хан көкең менің күйеу жігітім, сенің әкең емес. Жаман тәтесің. Қалай? Қара саған не алдым? Қалай? Анашым, маған мына жаман тәте ұнамайды. Қалай? Тәртіпті бол. Мен осындамын, қорқпа. Қалай аға, менімен бірге сыртқа шығасың ба? Бірге ойнайық. Қалай? Бар қарындасыңмен ойнай ғой. Анаң қазір барады. Жарайды. Байқап жүр. Міне мынаған қара. Іші жақсы екен. VIP палата ма? Донлай жалтады ма? Әлде Чуму ма? Жұмысың болмасын. Бұрыннан таныспыз ғой. Балаң ауырып қалған екен, көріп кетейін дедім. Ұлыңның сүйкімдісін ай. Ерте өліп қалса обал болады. Ұлымды дәрігерге көрсету үшін оралдым. Сол ғана. Донлай мен ешқашан кездеспеймін деп уәде бердің ғой. 6 жыл бұрын сен де оны емдеймін деп уәде бердің. Неге әлі арбада отыр? Екеуміз кездейсоқ жолықтық. Хан әулетімен де сенімен де кездескім келген жоқ. Оның жөн бопты. Әйтпесе, сенің сүйкімді ұлыңа қауіп төнбек. Джунлин, саған ескертем. Мен естесең демейлі, бірақ балама тиіссең көзіңді құртам. Джунлин, доғар. 6 жыл бұрын сен мені тауға шақырдың. Неге мен жалғыз қалдым? Неге сарайға қамап кетті? Донлай соқ қалды. Донлай екеуің бірге өстіңдер. Бірақ ол мүгедек болып қалса саған бәрібір болды. Жоқ, мен сенің өлгеніңді қаладым. Оған зиян тигізгім келмеді. Сенің қолыңнан келеді. Содан не бопты? Саған кім сенеді? 6 жыл бойы оның жанында мен болдым. Мен, Донлай менікі, менің затым. Бұзылса да бүлінсе де менікі. Тартып алам деп армандама. Уайымдама, сен әшкерелегім келмейді. Мұнда ұлыммен тыныш өмір сүру үшін оралдым. Маған тиіспесең, сені де әшкере қылмай. Енді кет. Бірақ ескертем. Істеген ісің жауапсыз қалмайды. Шындық бәрібір ашылатын болады. Kyo 知道在